Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге қысқа арналған өте дәмді болатын сетсебелидің рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көріңізді сұраймын. Ең алдымен банкілерімізді тазалап жуып алып, парға қоямыз, микробын өлтіру үшін. Сонымен қатар помидорымызды тазалап жуып алып, 2-3 бөлікке бөліп, отқа қоямыз. Ешқандай су құймаймыз. Помидордың өзін ғана отқа қойып, онымен қайнатамыз. 4 бас сарымсағымызды тазалап, ашып алып, тазалап жуып, блендермен езіп аламыз майдалап. Етшекішпен шегіп алсаңыздар да болады. Сонымен қатар 3 бас пиязымызды ашып, осылай блендермен езіп аламыз. Немесе майдалап, жұқалап, майдалап турайсыздар. Осы пияздың үстінен 4 бас қызылдарыны блендерлеп езіп аламыз. Яғни етшекіш болса, етшекішпен езіп аласыздар. Төртеуінде осы араластырып жібересіздер пиязға. Міне дайын болды. Енді жаңағы суыған помидорымызды онымен қайнатып алдық қой. Ешқандай су құймай отқа онымен қайнатып алғаннан кейін, осылай етшекішпен өткізгеннен гөрі осылай блендермен езіп алған жақсы. Яғни етшекішпен шегетін болсаңыздар, суы етшекіштің моторына кетіп бұзылып қалуы мүмкін. Дәл осы әдісті жасайтын болсаңыздар оңай және тез болады. Сонымен қатар қызыл тәтті бұршымызды және сәбізімізді ет тартқыштан шегіп аламыз. Майдалап. Ыдысымызды отқа қойып, 300 грамм пісте майымызды құямыз. Майымыз қатты қызу керек, яғни шаулап түтіндеу керек. Сол кезде пияздарыңызды саласыздар. Бұж жетіп қуырылу керек сарғайып. Иісі күшті шықса, салаттарыңыздың дәмі күшті болады. 1-2 осылай қозғап, араластырып, қуырып жібересіздер. Қуырып болған соң жаңағы шеккен сәбізімізді саламыз. Бұны да 1-2 араластырып, кішкене қуырамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар осы видеоны достарыңызға, туысқандарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Араластырып болған соң қызыл тәтті бұршымызды салып, бұны да 1-2 қозғап араластырамыз, 1-2-3 минут. Астындағы отымыз барынша қатты отта тұрады. Араластырып болдық, енді жаңа қызанағымызды құямыз. Жақсылап 1-2 араласқанша араластырамыз. Араластырып болған соң, үстінен құмшекерімізді, тұзымызды саламыз. Тұз салғаннан кейін қайнаған соң, міндетті түрде дәмін көріңіздер, себебі тұздар әртүрлі. Тұзы кем болып қалмасын. Қара бұрыш саламыз домалақ. 40-50 штуктайын. Лавр жапырағының 6 штугын саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, бетін жауамыз. Қайнаған соң 30 минут қайнатамыз. Енді 1 бума укропымызды тураймыз. Өте дәмді болып шығады. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Мен қазір бұл шетте 2 еселеп жасап жатырмын. Астына 1 рецепті қалдырамын. Егер мен сияқты 2 еселеп жасасаңыздар да болады. Қайнады 30 минут. Жақсылап 1-2 араластырып жіберіп, жаңағы шеккен сарымсағымызды саламыз. Укропымызды саламыз. Жақсылап араластырып, 1-2 араласқанша 10 минут қайнатамыз. 10 минуттан кейін міндетті түрде өшіреміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналды одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісуді ұмытпаңыз. Біздің салатымыз дайын болды. Енді банкілерімізге құямыз.
Менің каналымда бұдан да басқа салаттардың рецептері бар, қысқа арналған компоттардың рецептері бар, сонымен қатар басқа рецептер бар, самсаның рецептері, пирогтың рецептері бар. Міндетті түрде каналыма кіріп көріңіздер, каналым сіздерге ұнайды деген ойдамын. Салаттарға мүлдем уксус қосылмайды. Банкілеріңізді таза жуып, парға жақсылап қойсаңыздар, банкілеріңіз мүлдем атылмайды. Барлығын құйып алдық, енді банк жауатымен айналдырып жауып аламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін үзбей көргеніңіз үшін рахмет. Осы салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды, өте дәмді болып шығады. Банкілеріңіздің барлығын осылай жауып болған соң, міндетті түрде банкына төмен қаратып төңкеріп қоясыздар. Сонымен қатар бетін жылы шашықпен жауып қоясыздар. Бір түнге қалуы керек.